Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан зор деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісі шикідей деп пісіріп те жеуге болады, ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер бүгінгі күннің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр берекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жедел қысқанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынын 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылданған соң керемет нәтиже бере бастайтын болады. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикізат қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. Бір стақан езілген қызылшаға бір ас қасық алма сірке суын араластырып тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның бір ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайғаныңыз жөн. Қаназдық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін бір стакан қызылша шырынымен бір ас қасық табиғи таза балды араластырып күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейтіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді. Әрі қуатыңыз да артатын болады. Жасылған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда бола бастайды. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жақсарып, жұмысы күшейе бастайды. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем болып табылады. Бір стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқасыз. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан бір жолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 3-тен 1 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жесеңіз болғаны дейді. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады деседі. Қызылша шырыны бұлшық еттің ауруын басады әрі қатайтады. Спортпен айналыспайтындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын жеуге кеңес береміз. Физикалық жаттығуды үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшық етке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауға әдетке айналдырсаңыз болады. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Яғни бұл емді онкологиялық аурулардың алдын алу үшін күнделікті қолданып жүрсеңіз болады деп дәрігерлер кеңес береді. Қызылша шырынының көмегінен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсара бастайтын болады. Нәтижесінде теріңіз жақсарып, ағзаңыз шлактан тазаратын болады. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Өзіңізден ем жолдарын қабылдамағаныңыз жөн. Осы видео сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы.